Сәлем достар, бүгін біз Кредмаш асфальт заводындамыз. Біз алдында осы жаққа газ ұсынып жасағанбыз, солярканы газға ауыстырып, клапан қойып барлығын. Енді бүгін автоматтық режимді қоссақ, воздух бізде чересчур көп болып, газды срывать етіп тұрды. Соның себебі мынадан болып шықты, қазір көрсетейік. Міне бұл жерде мына көрсетіп болсақ, первичный воздухтың валы міне, приводы мына көрсетілген. Осы схема бойынша жалғау керек барлығын. Яғни біз воздухты керісінше жалғанған екен, воздух максимально ашып қойып, газды қосқан кезде бізде пламя газды срывать етіп тұр. Соның барлығын орнына қойғаннан кейін барып, газ жақсы жұмыс жасады. Міне өзімізде көрсеткенде мына газ топливоның несі заслонкасының приводы, мына воздухтікі, мына вторичный воздухтікі, запальный клапан көріп тұрғанымыздай. Датчик пламени газа именно газға арналған ультрафиолет. Простой датчик выплавления болмайды бұл газовый горелкаларға. Осы уақытта қазір жақсы жұмыс жасап тұр.